Мынандай мысал. Егер допты баскетбол торына бір рет лақтырғанда допты торға салу ықтималдығы 0,7-ге тең болса, онда 2 рет лақтырғанда допты торға салудың үлестірім қатарын тұрғызыңдар дейді. Жақсы. Қараңыздар. Допты торға салу оқиғасының ықтималдығы тең 0,7-ге. Ал допты торға сала алмау оқиғасының ықтималдығы неге тең? Неге тең? Допты торға салмау оқиғасының. 0,3. Дұрыс, 0,3. Біз шешуіне кеттік. Енді қараңыздар. Бізде торға 2 рет лақтырады. 2 рет лақтырған кезде бізде қандай жағдайлар болуы мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Қандай жағдайлар болуы мүмкін? 2 рет тиеді. Бірінші 2 рет тиеді, 1 рет лақтырды, 2 рет екінші лақтырды, екеуі де кірді, одан кейін? Екеуі де тимейді. Одан кейін екеуі де тимейді. Біреу тиді, біреу тиген жоқ. Біреу тиген жоқ, біреу тиді. Біреу тиді, біреу тиген жоқ. Онда 2 рет лақтырғанда допты торға салу үлесі. Жақсы. Осылай қалдырамыз. Бізде сіздерге сұрақ, бізде қараңыздар, допты қалай лақтырып тұрмында? Ол бір уақытта лақтырды ма, әлде кезек-кезекпен лақтырды ма? Кезек-кезекпен лақтырды. Яғни біріншісін лақтырды допты, сосын екіншісін лақтырды. Сондықтан бізде мұнда қарасаңыздар, орын реті маңызды. Қараңыздар, бірінші лақтырғанда кіргізді, екінші лақтырғанда кіргізбеді. Енді қандай болуы мүмкін тағы? Бірінші тигізбеді. Екіншісін тигізді. Жақсы. Енді осы әрбір оқиғасының ықтималдығыңыздар, мына жерде неге тең болады ықтималдығы біріншісінде? Неге тең? 0,7 көбейту 0,7. Ол тең болады 0,149. Одан кейін кімді кімге көбейтемін? 0,3 көбейту 0,3. Тең болады 0,109 ба? Одан кейін біреуі кіргізді, біреуі кіргізген жоқ. Қалай болады сонда? 0,7 көбейтілген 0,3. Дұрыс. Ол тең нешеге болады? 0,121. 0,121. Одан кейін? 0,3 көбейту 0,7. Тең болады. Ол да 0,121. Жақсы. Енді үлестірім қатарын құру үшін біз кесте саламыз, білесіздер. Мұнда бізде X ол неше рет допты салған керек бізге, ал астында олардың ықтималдықтары. Жақсы. Бірінші ол бізде неше рет салғаны? Неше рет салды? 2 рет. 2 рет салды. 2 рет салғандағы ықтималдық неге тең? 0,149. 0,149. Одан кейін неше рет салды? Мұнда бізде 2 рет салды. Мұнда неше рет салады? 0. Дұрыс, 0. 0 рет салғандағы оқиғаның ықтималдығы? 0,109. Енді қараңыздар, мына жерде қызық. Келесі, бізде неше рет салды? 1 рет. 1 рет салды. Қараңыздар, 1 рет салды бізде мына жерде, 1 рет салды және мына жерде. Онда біз қараңыздар, мына жердегі оқиғалардың ықтималдықтарын қосындысын аламыз. Өйткені біз мына жерге былай жаза алмаймыз ғой. 1 и мына жерге 1 деп қайттан жаза алмаймыз ғой. Сондықтан біз оны біреуін жазамыз да,
ал астына ықтималдықтарын қосамыз. Екі оқиғаның ықтималдығын қосамыз. Сонда ықтималдықтарды қосқан кезде неге тең болады мына екеуін? 0,142. 0,142. Жақсы. Мына құрастырған кестеміз бізде аталады үлестірім заңы немесе үлестірім қатары, яғни біз есепті шығарып болдық. Есеп аяқталды. Мынау бізде сонда жауабымыз. Енді тексерісті орындайық, тексерейік. Дұрыс орындадық па? Қалай ойлайсыздар? Есеп дұрыс шықты ма? Иә. Оны қалай білесіздер? Бірге тең болу керек оның қосындысы. Иә, бірге тең болу керек. Егер барлығын қосатын болсаңыздар, расында да тексеріп көрейік. 0,149 қосу 0,109 қосу 0,142 тең бірге. Расында да есепті дұрыс шықтық. Демек, есебіміз аяқталды. Мынау бізде үлестірім қатары деп аталады. Жазып қойып астына мен үлестірім қатары. Келесі мысалды қарасайық. Келесі мысал. Мерген нысанаға бір-бірінен тәуелсіз 3 рет оқ атты. Әрбір оқтың нысанаға тию ықтималдығы 0,9-ға тең. Оқтардың нысанаға тиюінің үлестірім заңын анықтаңдар дейді. Есебіміз дәл жаңағындай шешу. Қараңыздар. Бір рет атқандағы оқиғаның ықтималдығы. Ол бізде тең екен 0,9, яғни нысанаға тию. Ал нысанаға тимеу оқиғаның ықтималдығы неге тең? 0,1. Енді қараңыздар, бізде нысанаға 3 рет атты. Яғни 1 рет атты, 2 атты, 3 атты. Енді қарайық. Енді қандай жағдайлар болуы мүмкін бізде? 3 рет атқандағы. 3 рет дейді. Былай істейік, ең кішісінен бастайық. Бірінші рет тимеді. Былай істейік, мадияр былай жазады. Барлығы тимеді. Дұрыс. Мынадан бастайды. 0-дан бастайды ең басты. 0 рет тимеді деген сөз, ол нені білдіреді? Үшеуі де тимеді ма? Үшеуі де тимеді. Одан кейін неше рет тиді? 1 рет тиді. Ол 1 рет тию қалай мүмкін? Біріншісі тиді. Жоқ, 1 рет қана тиді, 1 рет тиді. Яғни біріншісі тиді, қалған екеуі не істейді? Тимейді. Одан кейін қалай болуы мүмкін тағы? 1 рет қана тиюі. Бірінші тимеді, екіншісі тиді. Дұрыс. Одан кейін соңғысы? Бірінші мен екіншісі тимеді. Дұрыс. Не осындай жағдай болуы мүмкін? Енді келесі 2 рет тиюі мүмкін. 2 рет тиюі мүмкін қалай ол? Қалғандарыңыз мадияр айтып отпас, басқаларыңыз айтсаңыздар, неге үндемейсіздер? Біріншісі тиді. Бірінші екеулер тиді. Одан кейін? Үшіншісі тимеді. Дұрыс. Одан кейін? Бірінші тимеді, екінші, үшіншісі тиді. Одан кейін? Бірінші тиді, екінші тимеді и тиді. Жақсы. Болды, басқа мүмкін жоқ бізде. Енді үшіншісі. 3 рет тиді. 3 рет қай уақытта тиеді? Қандай жағдайда? Барлығы тигенде. Дұрыс, барлығы тигенде. Жақсы, енді ықтималдықтарын табайық. Бізде бірінші жағдайда қараңыздар, үшеуі де тиген жоқ. Демек, ықтималдығын қалай табамыз? Ноль. 0,1 көбейту 0 бүтін нешеге? 11.
1 көбейту 0,1. Жақсы, біреулеріңіз есептей беріңіздер бұны. Так, одан кейінгісі қалай болады? Мына жолды айтыңыздаршы, қалай болады мына жолды? 0,9 көбейтілген 0,1 көбейтілген 0,1. Оған қосамыз. Кімді? 0,1 көбейтілген 0,9 көбейтілген 0,1. Дұрыс. Одан кейін? 0,1 көбейтілген 0,1 көбейтілген 0,9. Жақсы. Қарасыңыздар, мына жерде үш қосылғышта бізде бірдей. Демек, біреумен есептеп, оны үшке көбейте салсаңыздар болады. Жақсы, енді үшіншісі қалай болады? Бізде тиді, тимеді. 0,9 көбейту 0,9 көбейту 0,1. Қосу. И дәл осылай. Тек 0,9, екінші, үшінші жазылады. Сонда 0,1 көбейту 0,9 көбейту 0,9. Қосу 0,9 көбейту 0,1 көбейту 0,9. Тең. И соңғысы қалай болады? 0,9 көбейтілген 0,9 көбейтілген 0,9. Яғни 0,9-ның кубы. Так, мен бұлай сызып қояқ, қазір шатас кетпес үшін. Қане, біріншінің мәні неге тең? 0,1. 2,0,1. Одан кейінгісі? 0,027. 0,027. Одан кейінгісі? 343 емес па? 0,243. 343. Ал мынау ше? Нөл 729 екен. 0,729. Жақсы. Енді бізге үлестіріміз заңын анықтау керек. Ол үшін кестені саламыз. Бірінші жолға біз кездейсоқ шаманы жазамыз, екіншісіне сәйкес ықтималдықтарын жазамыз. Біріншісі ол бізде 0 рет тигендегі ықтималдық. Ол бізде 0,1000. Одан кейінгісі 1 рет кәнек тигендегі оқиғаның ықтималдығы 0,1027. Одан кейінгісі 2 рет тигендегі оқиғаның ықтималдығы 0,1343 және 3 рет тигендегі оқиғаның ықтималдығы ол бізде 0,1729. Жақсы, есеп аяқталды. Мынау бізде үлестірім заңы деп аталады. Ағай. 0,1 қайдан шықты? Қайсы? 0,1. 0,1000 ма? 10,1. Қай жерде? Который в начале мен просто болған жоқпын и не поняла. Мынаны Вот, айтып по... Да. Қара. Былай деп. Қарам, егер мерген нысанаға тию ықтималдығы 90% дейді. Ол 90% сенімдікпен айтуға болады, ол нысанаға тиеді. Ал неше пайыз онда тимейді, айтшы? 10%. 10% сенде тимейді деп айтуға болады. Ал 90% сосын жазған бөлшек түрінде. Яғни 0,19 деп, ал 10% ол бізде 0,1. Вот, осыдан шықты. Түсінікті ме? Мынау, то есть, тиген оқиғаның ықтималдығы, ал мынау тимейтін оқиғаның ықтималдығы. Түсінікті ме? Аха, жақсы.
Жақсы. Мен мынаны үш қояйын. Ага. Иә, айт. Анда 0,243. 1000-нан 243. Мында ма? 243. Так, мына жерде 243 дейді. Аха. Так, жақсы. Есеп аяқталды. Мынау бізде құрастырған кестеміз аталады үлестірім заңы. Үлестірім заңы. Үлестірім заңы. Міне кестеміз аталады бізде үлестірім заңы. Тексеріңіздер ме бұны қосып астын? Бір шығам екен? Иә. Так, жақсы. Яғни біздің есептегеніміз дұрыс. Есеп аяқталды.